Бала күтімімен демалыста жүрген әйелдерге жәрдемақыны 3 жылға дейін төлеу керек. Бүгін бір топ депутат үкіметке осындай ұсыныспен сауал жолдады. Мәжілісмендердің бұл ұсынысы орындала ма? Толығырақ тілшіміз Жансұлу Жиенқұлдың материалында. Ұлбала Батырқұлова бір жылдан бері декреттік демалыста. Қазір отбасы тек күйеуінің табысымен күн көріп отыр. Айтуынша мемлекет беретін жәрдемақы баланың бір айлық жаялығына да жетпейді. Баланың киімі де қымбат, памперс қазір. Барлығы қымбат қой, тіпті баланың тамағы да қымбат. Сондықтан жеткізе алмаймыз. Мысалы, мен қазір үйде отырмын. Бізге бір-ақ жыл төледі, мен әлі 3 жыл отыруым керек. Себебі баланы тастайтын адам жоқ бізде. Ал жалғыз күйеуіміздің айлығы жетпейді ғой. Қазір елімізде бала күтіміне берілетін жәрдемақы бірінші балаға 18.317 теңге, екінші балаға 21.656 теңге, үшіншісіне 24.963 теңге, төртінші және одан да көп балаға 28.302 теңге төленеді. Бұл ақша Ұлбала айтқандай баланың тамағы түгіл жаялығына да жетпейтіні бүгін парламентте көтерілді. Бірақ депутаттар жәрдемақы көбейсін демеді. Ең болмаса, мемлекеттен берілетін азғантай ақша қазіргідей бала 1 жасқа толғанға дейін емес 3 жыл төленсін деді. Новый Казахстан – это счастливые дети. Бізде 1 миллионнан астам бала кедей отбасында өмір сүріп жатыр. Бұл дегеніңіз елдегі әрбір 6-шы бала өлместің күнін кешіп жүр. Сондықтан біз сәбилер 3 жасқа толғанша мемлекет оған жәрдемақы төлеу тиіс деп есептейміз. Алайда сарапшылар депутаттардың бұл ұсынысын құптап отырған жоқ. Мардымсыз ақша төлегенше мемлекет бала туғысы келетін аналарды ынталандыру керек. Яғни 3 жылға созғанша жәрдемақыны көбейтсін дейді. Оның төлейтіні көп болса қанша? 12 мың, 16 мың шығар, білмедім, 30 мың төлесін. Ол не болады семьяға? Керісінше, ол кісілерді жұмысқа шығып ынталандыру көріп, мына балабақшалары, ясли саттарды солар дұрыстау көріп. Балалардың иммунитетін көтеру көріп, жаңағы омыраумен емізетін аналарға көбірек ақша төлеп. Мәжілісмендер айтқан бұл ұсыныс, яғни сәби 3 жасқа толғанша жәрдемақы төлеу әзір орындалмайтын сияқты. Себебі президент бұған дейін де балаларға төленетін жәрдемақыны 1,5 жылға созуды тапсырған болатын. Яғни жаңа жылдан бастап заң күшіне енеді. Жансұлу Жиенқұл, Мейірбек Беспаев, Нұрлан Әлмұхамбетов, Айбат, жаңалықтар қызметі.